Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен сіздерге бүгін математика сабағынан ТЖБ 90-ық жиынтық бағалауды құрағанда нені негізге сүйеніп құрастыру керек, сол туралы қысқаша өз оймен бөліспекшімін. Математика 2-ші сынып жиынтық бағалауды ашамыз. Жиынтық бағалауды ашып, мына жердегілер оқимыз. 1-ші 90-да қандай оқу мақсаты қамтылған толық оқып танысамыз. 1-ші 90-ның жиынтық бағалауынан өтіп, келесі біз 1-ші 90 бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы дейді. Осымен жақсылап толық оқып танысасыз. 90-ық жиынтық бағалаудың мақсаты және 90-ық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжат, жиынтық бағалауға шолу ұзақтығы, балы. Бұл ешқандай бұл жердегі нәрселер өзгермейді. Уақыты және балы. Жиынтық бағалаудың жалпы құрылымы. Сіз қандай тапсырма бересіз? Мына жерде жазылып тұр. Қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмаларды қолданылады деп тұр. Қысқа жауап қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән сөздер немесе қысқа шешімді түрінде жауап береді. Жалпы тапсырма туралы сіздің мәліметіңіз болу керек. Соған қарап, осы жердегі сізге көрсеткен талаппен тапсырма құрастырасыз. Келесі, осының астына жыл жасаңыз, 90-ық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы тұр. Енді осыған көңіл аударамыз. 90-ық жиынтық бағалау тапсырманың сипаттамасы. Бөлім, 1-ші бөлім А бөлімі. Бөлімшеге қараймыз және оқу мақсаты. Үшеуі А, Б, С бөлім. Үшеуі ешқандай өзгермейді. Қазір жетсіз. 90-ық бағалау тапсырмасының сипаттамасы осы жер мынау және мынау. Осы үш берілген ұғымды сіз басшылыққа аласыз. Үш бөлім. Бірінші номер, бірінші сізде А бөлімі. Көрдіңіз бе? А бөлімі. А бөлімдегі бөлімше және оқу мақсаты. Бұл ешқандай өзгертілмейді. Бұл стандартқа сай. 90-ық жиынтық бағалаудың спецификациясы. Яғни бұл жерде өзгертуге болмайды. Екінші В бөлімі. Қараңыз. Бұны да өзгертпейсіз. С бөлімі. Қараңыз. Бұны да ешқандай өзгертпейсіз. Тура осы қалыпты басшылыққа алып, сіз 90-ық жиынтық бағалауды құрастырасыз. Енді сұрақ, қай жерін өзгертеміз? Келесі, мына жерде тапсырманың сипаттамасы деген тұр ғой сізде. Осы тапсырманың сипаттамасын өзгертесіз. Бірақ өзгерткенде жоғарыдағы 90-ық жиынтық бағалаудағы спецификация не сұрап тұр сізге? Сол бойынша өзгертесіз. Сосын тапсырманың санын өзгертесіз. Тапсырманың санын өзгерткенде өзінің шектеуі болады. 2-ші сыныптарда 4 тапсырма деп жоғарыда оқып шықтыңыз, спецификацияда. Соған сүйеніп отырып істейсіз бұл жерде. Сосын балды өзгеріс болады. Бірақ балды өзгеріс болған кезде балды өзгеріс болады. Балды өзгеріс болған кезде астында 15 бал ол өзгермейді. 15 балдан сіз кемде артық та істеуге болмайды. Осы жер. Осыны басшылыққа ала отырып, ары қарап сіз 90-ық жиынтық бағалауыңызды жасап шығасыз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.